Итак, бәріне сәлем. Мен қазір кештетіп видео жазып отырмын. Лондоннан келгеннен кейін ойлағам, видео жазып саламын деп. Бірақ мен келе салып, ертеңіне сразу тағы да басқа командировка кетіп қалдым Алматыға жұмыстар бойынша. Так, в целом, қандай ой келді? Если честно, Лондон ұнады, конечно, күшті, бірақ мен өзімді ол жақта в своей тарелке сезінбедім. Оған бірнеше себептер бар, потому что мен ол жаққа қыдырып барған жоқ, жұмыспен бардым. Және шынымен де таңнан кешке дейін офиста болдым. Офистан кейін мен шығып араладым, еще жалғыз араладым. Әрине қазақ қыздармен таныстым ол жақта, бірақ та жалғыз араладым. Соңына қарай шыны керек мен уже Қазақстанға қайтқым келіп, неге мен осы ертерек алмадым екен деген даже ой келді. Әрине бұл біртүрлі болып көрінуі мүмкін, соншалықты Лондон ғой, это же Лондон деген сияқты айтады адамдар. Но на самом деле это зависит, сені қалай күтіп алды, қандай адамдардың ортасында болдың, және де сосын ол жақта жүрген кезде еще көп нәрсе естисің, там crime rate жоғары, мысалы not safe, иә, әртүрлі кейстер болуы мүмкін, потому что әр жақтан адамдар келген. Потом маған еще тамақ жағынан особо ұнаған жоқ. Ол жақта көбіне officially ол fish and chips. Сол себепті бірақ бір нәрсе түсіндім. Мен еще өзімді кішкене недостаточно, басқалармен салыстырып бастайсың, ол жақ это вот бессознательно, то есть өзің миың солай бастайды. Бірақ та мен сол жақта коллегаларыма қарап, настолько сен бірінші өзіңді уважать ету керексің, настолько өзіңді ценить ету керек екендігіңді түсіндім. Потому что ол жақта өте үлкен баланс. Вот я работаю для компаний, for company деп айтады, то есть для компаний, то есть они должны, наоборот, ценить то, что мен уақытымды беріп жатырмын, энергиямды беріп жатырмын осы компанияға. И I'm giving value. Сол себепті бірінші орынға олар өздерін қояды. То есть жұмыстарын жасайды. Олардан бұрынғыдай өсек, мысалы бізде Қазақстанда компанияларда көбіне, мысалы мен жұмыс жасаған жерлерде сондай болатын. Енді білмеймін, может менің опытым басқа компаниялар олай емес шығар. Сондайға жақында. Ал жақта келеді, жұмысын істейді, берілген уақытта, мысалы обед па обед ішеді, завтрак па завтрак ішеді. Солай, бірақ сол күнде берілген жұмыс уақытысында олар жұмыс істеу керек. Оларды отвлекать етуге болмайды, обязательно отвлекать ететін болсаң sorry деп сұрау керексің. И олар андай элементарно мелочный заттарға қатты қарайды. Там мысалы signature, Google немесе Outlook'тағы сенің сигнатурың дұрыс жазылмай қалған, сен қалай қате жазасың, мен еще көп қате жазамын, соны дұрыстауым керек. Потом қалай сен өзіңді ұстайсың, мысалы сен олардың көмек сұрап кішкене назар аудармай қалсаң, все, тоже айтады, маған тоже бірнеше рет солай замечание жасаған. Потом еще менде көп ожидание болып қойды, и менде көбіне реалити басқаша болды да, то есть ой мен барғанда сөйтемін, олай болған жоқ. И наоборот, менде кішкене содан ожидание реальность болған сияқты, слишком көп ожидать етіп қойдым. Опять, да, никогда ничего нельзя ожидать от кого-то вообще. Только енді, конечно, болады, Алла тағаладан или там әркім әртүрлі нәрсеге сенуі мүмкін ғой, бірақ ожидать етуге болады. Бірақ адамнан емес, потому что адамның, мен бір ағам айтушы еді, адам өте құбылмалы, тіпті астананың ауа райынан да тез өзгереді деп. Ол рас нәрсе. Ешқашанда оған, мысалы, ол кінәлі емес, потому что біз сондай жаратылыспыз, біз пендеміз. Менің өзімде де сондай кейстер болады, мысалы, иә, әртүрлі жағдайға байланысты әртүрлі өзімді сезінуім мүмкін, иногда өзімді контролировать ете алмауым да мүмкін. Лондонда менде сондай кейстер де болды, и содан кейін мен уже overthinking бастадым. Менде даже момент болды, мен жылап алдым, бір коллегаммен сөйлесіп отырып, потом ол коллегаммен опытымды бөлісіп, мен сонымен жылап, содан кейін нормально өзіме келдім. Бірақ anyway, конечно, бұл опытты да көру керек. Бірақ осылардан кейін мен уже сабақ алғандай болдым, көп нәрсені түсіндім, бір инсайттар келді басыма. То есть өзіңді бағалау керексің, ешқашан, мысалы, басқалардың алдында өзіңді төмендетпеу керексің. Так, солай. Барлығына пока. Келесі видеода кездескенше. Надеюсь, ол кезде уже позитив, больше күшті нәрсе айтатын шығармын бұйырса.